Құрметті ұстаздар, оқушылар, сіздерді 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Bir шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі нығайып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. We hope that the coming year will bring you peace, good health and prosperity. Счастья вам, вашим родным и близким друзьям, успехов у всех, подчинения миру, добрых взаиморазумения. Assalomu alaykum. 1-may birlik kuni hammangizga muborak bo'lsin. Chin qalbimdan sizga aziz do'stlarim, sog'-salomatlik, baxtlik, tinchlik va xotirjamlik tilayman. С праздником 1 мая, Днем единства народов Казахстана. Этот яркий первомайский праздник продолжает замечательные традиции нашего многонационального народа, символизируя мир и согласие. Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в делах на благо Родины Республики Казахстан. Нәсілдерге нәсіл болсын нұрлы күн, ынтымақтың шертсем деймін бір жырын. Татулығын жырға қосам ұлттардың мақтан қылып, ұлыстардың бірлігін. Тілі бөлек, болғанымен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек гүл. Қазақстан бар ұласқа шаңырақ шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Қуаныштан желпілдейді түндігім, бар халықтың бірлік той күн бүгін. Халқым мәңгі ғұмыр кешсін бақытты, бір тамырмен байлап қойған кіндік.